Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бұл бірінші студия хабары және оның жүргізушісі мен Қуандық Танабас. Біз бүгін мемлекеттік қызметкерлердің мәселесін талқыламақпыз. Нақты айтқанда мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс кестесі, жұмыс уақыты және олардың жұмысының ауыртпалығы. Өйткені таңның атысы, кештің батысы жұмыста болатын мемлекеттік қызметкерлер өздерінің жеке өмірлеріне уақыттарының қалмағанын айтып, жұмыс уақытын біршама қысқартуды, түскі үзілісті арттыруды сұраған болатын. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламаға сіздер де қатысып, өз ой пайымдарыңызды ортаға сала аласыздар. Ол үшін сіздер 33 90 35 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Ендеше бүгінгі біздің студиямыздың қонақтарын таныстырып өтелік. Нұрлан Серікұлы Жахин, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысының орынбасары. Сондай-ақ бүгінгі біздің студиямызда Қазиза Талғатқызы Баяхметова да бар, облыстық еңбек басқармасы бөлім басшысының міндетін атқарушы. Және де Еркеғали Жұмабайұлы Жанғазы, арнайы мониторингтік топтың өкілі, қоғамның белсенді мүшесі. Арнайы біздің бүгінгі студиямызға келіп, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Және де ең бастысы әуелі сұрақтың басын ашып алуды жөн санаймын. Жалпы мемлекеттік қызметкерлер қанша уақыт, қанша сағат, қанша күн жұмыста өз уақыттарын өткізулері тиіс? Осыны айтсақ. Жалпы сөздің шыны керек, негізінен мемлекеттік қызметшілердің жұмыста артық сағат жұмыс қызмет жасауы, бұл жалпы соны болдырмау мәселесі 2017 жылдан бастап негізі қоғам өкілдерімен бастамасымен қолға алынған болатын. Бұл бастаманы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қолдап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы негізінде орталықта, Астанадан бастаған болатын. Сіздер білесіздер, сол былтыр жерде облыстарда қоғам өкілдері мемлекеттік біздің агенттік департаменттерінің қызметкерлерімен бірігіп, мониторинг шараларын жүргізді. Бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. Сол уақытта көп мемлекеттік органдар 90% деп айтуға болады, мемлекеттік қызметшілер жұмыстан тыс уақытта қызмет жасаған. Жалпы заңнама бойынша айтатын болсақ, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет заңы бойынша мемлекеттік қызметкерлер еңбек кодексіне сәйкес жұмасына 40 сағаттан аспайды, яғни 8 сағаттық жұмыс, яғни 5 күн, 2 күн демалыс. Бірақ таңғы 9-дан бастап кешкі 6:30-ға дейін жұмыс уақыты біту керек. Оның күндізгі тамақ уақыты бар, демалыс уақыты бар. Сонымен қоса есептегені 8 сағаттан аспауы қажет. Шындығына келгенде көрініс әзірге басқаша болып тұр. Оны біз соңғы жаңалықтардан да көріп жатырмыз. Бұл мәселеге байланысты елбасы да өзінің ой пікірін білдірді. Қосып айту керек, 2017 жылда мониторинг жүргізген кезде рейдтер, бұл біршама тоқтатылды. Артық жұмыс жасау, переработка тоқтатылды. Бірақ дегенмен де ол көп уақыт болған жоқ, 1-2 жұмадан кейін қайта басталды. Сондықтан да қоғам өкілдерінің өз уақыты бар, мемлекет сондықтан да бұл жұмысқа басқа шаралар қолдану арқылы осы жұмыс уақытын қысқарту бойынша шаралар қабылданды агенттікпен. Оны нақты айтатын болсақ, жер-жерде арнайы топтар, әкімдіктерде, біздің агенттіктерде арнайы топтар құрылды. Мониторинг топтар? Жоқ, мониторинг топтармен қоса жеке Пул Талантов дейді, өзгерістер елшілері дейді, әр мемлекеттік органдардан бір адамнан қабылданып, олар мемлекеттік қызметшілердің жұмысқа келіп кетуі бойынша, сонымен икемді жұмыс кестесі бойынша, сонымен қатар компьютерлердің уақытында сөну бойынша белгілікті бір ұсынымдар әзірлеп мемлекеттік органдарға берді. Сондықтан да биыл енді 2018 жылы бұл жылдың ортасынан бастап соңына дейін бұл жұмыс кең түрде жүргізілді қоғам өкілдерінің бірігіп. Сондықтан да қазіргі уақытта енді кішкене болса да артық жұмыс істеу мәселелері біршама азайды. Рахмет. Дәл қазір біздің қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Біз сізді эфирге қосамыз, сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қоя берсем болады ма? Сұрағыңызды қоя беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Аты-жөнім Талғат Жұмақанов болады. Мына
қызметкерлерді кешкі 6-ға дейін жаңағыдай кешкі 6-дан кейін жаңағы үй жайларына қайту керек деген мәселе көтеріп жатсыз ғой, айтып жатсыз. Енді жалпы соны бір бақылап отыратын қандай да бір органдар бар ма мысалға? Бәлкім кей кездері осындай бір өңір бойынша бір арнайы рейд жүргізу қажет шығар. Қандай мемлекеттік жаңа органда қанша қызметкер отыр дәл қазір жұмысында деген сияқты. Сондай бір рейдтік жұмыстар жүргізілер ме қазіргі таңда? Нұрлан Серікұлы жаңа осыған енді жақын жауап беріп жаттыңыз, иә? Әрине, енді шаралар енді біз мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі осы мемлекеттік жалпы саясатты жүргізу, мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау бойынша жаңағы этика мәселелері бар. Жалпы бірегей орган болып табылатындықтан бұл жұмысты біз қоғам өкілдерімен бірге, арнайы топ мүшелерімен бірігіп атқарудамыз. Оны жаңағы Facebook желісінде мысалы көруге болады. Ол тікелей эфирде біз бірден мысалы ұялы телефон жағымызда бірінші қабаттан бастап 5-ші қабатқа дейін бола ма, 3-ші қабатқа дейін бола ма, әр кабинетті қарап шығудамыз. Егер де бұндай фактілер болып жатса, біз сол жерде мысалы тікелей басшысынан жаңағы қызметкердің немесе де жаңағы қызметкерден тікелей өзінен түсініктеме алып, кейін жаңағы еңбек басқармасы бар, жаңағы құзыретті орган жауапкершілікке тарту бойынша соларға ұсыным енгіземіз. Олар өз құзыреті шегінде тексерістер жүргізіліп, олар дәлелденіп жатса, жаңағы әкімшілік кодекс бойынша арнайы баптар бар. Жаңағы біріншіден ол жаңағы ескерту ретінде жауапкершілікке тарту мүмкін, екінші жаңағы айыппұл төлеуге жаңағы мемлекеттік қызметшілер басшыларын тартуға құқылы. Сіз айтқан жаңағы мониторингтік топтың құрамында белді мүшесі ретінде бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Еркеғали Жұмабайұлы да болды. Енді сіздер осы мемлекеттік органдарды өңіріміздегі аралаған кезде сондай жайттарды бақыладыңыздар ма? Сондай нәтижелер бар ма? Енді жаңа айтылды, Нұрлан Серікұлы, бұл мәселе 17 жылдан көтерілді. Былтыр жаңа жылдың алдында біз мониторинг жүргіздік. Рейдтер жасалды, онда әрине болды. Бұнда жағдайлар бірінші басшылар өздері де отырды, қарамағындағы қызметшілер де отырды, кабинеттерінде түсініктер бұлай. Біз жылдың аяғы өзіміз отырмыз дейді, болмаса мен бұйрық берген жоқпын дейді, болмаса жылдың есепті аяқтаған жоқпын. Бәріне айтылғанда сондай уәждар айтылды, сол өз еркімізбен қалдық деген, бірақ өтініші жоқ, бұйрық шығарылмаған жұмыстан кейін қалуға 6,5-дан кейін. Одан кейін ең айтатын мәселе бұл жерде басшының өзінің қарамағындағылармен жұмысты дұрыс жоспарлау. Соған келіп тіреледі. Бұл бір жағдай, дұрыс жоспарланбаса, онда міндетті түрде кейінге қалып жатады. Екіншіден, жиындардың, басшылар, бөлім басқарма басшыларының жиындарға өте көп қатысу. Жиындарға көп барады, түстен кейін жиындардан қайтып келеді, түстен кейін жұмысты бастайды. Түстен кейін болса ол бір сұрақ, кешке келеді, ана жиыннан алған тапсырмаларды өзінің бағыныштағыларына береді. Олар орындау керек. Неге біздің мемлекеттік қызметкерлер сағат 18:30 болды ма? 18:30-дан кейінгі өзіне берілген тапсырманы басшысына жоқ ренжімеңіз, сағат 18:30 мен жұмыс уақытым аяқталды деп, сонымен қалдырып кетпейді. Қалдырып кете алады. Оның құқығы бар. Бірақ сол қалыптасқан жағдайды бұзу үшін, тәртіпке келтіру үшін бұның бәрі мониторинг жүргізіліп жатыр. Одан бөлек құзырлы органдар, біз ана жолы жасалғанда бір болды, прокуратура, бір жеке айтқанда, кешкі сағат 6-дан 15 кеткенде ертеңге жауабыңыз дайын болсын деген қағаз келген. Қызметкер соны орындап отыр. Кешке. Негізінде заңды сақтайтын органның өзі заңды аяқ істетіп отыр бұл жерде. Енді солай ертең емес, бүгін жауап берсін деген. 6-дан 15 кеткенде беріліп отыр. 6:30-да жұмысы бітеді, ол бүгін жауап беру керек. Амалсыздан жаңа қызметкер отыр, жұмысын жасап. Ал енді қараңыз, ол бір жаңа айтылдық, дұрыс жоспарлау керек. Екінші ана жаңағы нелер бар. Одан кейін біздің нелерді бұйрықтар шығармайды. Оны қалғаннан кейін бұйрық шығарады, ауызша береді.
айтады, мен саған тапсырма бердім дейді, ешқай жерде бекітілмеген жағы өзінің белгіленген уақытынан артық істеген қызметшіге оның өтемақысы төленбейді. Рахмет. Қазиза Талғатқызы, мынандай сұрақ бар. Көбі айтады, мемлекеттік қызметкерлер жұмыс уақытынан кейін жұмыстың кеңсенің ішінде өзінің келісіммен қалады дейді. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс? Заң бойынша егерде үстеме жұмысқа жұмыскер қалдырмақшы болса, оны сол үстеме жұмысқа тек қана сол жұмыскердің келісіммен ғана тартуға болады. Сондықтан келісім болғаннан кейін барып әдейі арнайы бұйрық шығарып, содан барып сол жұмыскер жұмыста кейін тағы тыс қалып, берген жұмысты атқарғаннан кейін жұмыс беруші сол бұйрық арқылы оған үстеме ақы төлеуге міндетті, немесе сол қалған уақыт аралығында демалыс беруге міндетті. Рахмет. Бізге қоңырау шалған тағы бір көрерменіміз бар екен. Эфирге қоссақ, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз эфирдесіз. Мен еңбек бөлімінің міндетін атқарушы Баяхметовға сұрағым. Мен бір жерде зейнеткермін, күзетші болып істеуші едім. Бізге ведомствомен бермей, жай еңбек ақыны қолға бере салады. Осы олар енді қолға бере салғаннан кейін, біз ешқандай документке қол қоймағаннан кейін, біз анда есепте бармыз ба, жоқпыз ба, оны бір Құдай біледі, ол қалай істеп жүргенін. Егерде бізге осы бұлай 42 мыңға дейін елбасының несіменен шешімімен 42 мың 500-ге дейін еңбек көтеріле ме, соны қалай шешуге болады? Енді бұл сұрақ сіздермен күнде кез болатын сауалдарыңыздың бірі, яғни жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында нақты ешқандай құжаттар жасалмаған болу керек. Бұл енді біздің бүгінгі бағдарламамыздан сәл ауытқулау сұрақ сияқты, дегенмен енді қысқа нұсқа жауап беріп кетсеңіз. Зейнеткер болғанымен де ол кісімен жұмыс беруші еңбек шартын жасасу керек. Сол еңбек шартынан жасасқаннан кейін барып, ол сол жұмыс берушімен еңбек қатынаста деген бір мәлімет болып саналады. Яғни ал жалақыны бергенде ол еңбек шартын құрастырған кезде ол сол жағдайларды шешу керек. Еңбек ақысын қазіргі банк сияқты карта арқылы алама, немесе касса арқылы қолма-қол алама, оны олар өзара еңбек шартында шешу керек. Ал егер де қолға алатын болса, ол еңбек ақыны алдым деген бір құжатқа, ведомствоға қол қойғызу, ол жұмыс берушінің өзінің құқығы. Ол қойғызбаса да ол құқық бұзушылық болып табылмайды. Бірақ егер де жұмыс беруші жалақыңызды бермей жатса, онда осы сұрақтар бойынша әрине еңбек басқармасына келіп арыз жазуыңызға болады. Хабарлассаңыз болады, осы телефонға. Нұрлан Серікұлы, жалпы мемлекеттік қызметкерлердің жаңаға тағы айтсақ, жұмыс уақытын астыра отыруы қандай да бір осы қоғамда әлеуметтік қиындықтар туғызуы мүмкін бе? Мысалға, қазіргі күні статистикалық деректерге назар аударсақ, үйленбей жүрген бойдақ жігіттер мен бойдақ қыздардың көбі осы мемлекеттік салада көп екен. Демек, олардың жеке өмірлеріне уақыттары жоқ. Дұрыс, былай негізінен жұмысты тәртібін дұрыс ұйымдастыру, ол басшыға байланысты. Екіншіден, әр мемлекеттік органның өзінің жаңағы белгілікті бір регламенті болады, жұмыс істеу регламенті. Сол регламентке жаңа басшы жауап береді, ішінде нақты жазылған жұмыс істеу уақыты осындай аралықта деп. Бірақ бұл осы күнге дейін, және былтырғы уақытқа дейін, мысалы айтсақ, біз қолға алмағанға дейін бұл бұзылып келген. Жалпы былай қарасақ, мемлекеттік қызметшілердің құқықтары жаңағы еңбек кодексі бойынша бұзылады деп айтуға болады. Өйткені ешкімді оларға белгілікті бір жаңағы бұйрық шығартып, жаңағы қосымша үстеме ақы қосып, онда ешкім жасамаған. Бірақ та тәжірибе болғанда көп мемлекеттік органдарда. Егер де сол мемлекеттік қызметші, яғни
кешке дейін, түнге дейін жұмысқа қалып жатса, және өзін дұрыс көрсетіп, оң жағынан жаңағы басшылығында ой қалыптасқан. Егер қызметші неғұрлым көп жұмыста қалса, яғни ол соғұрлым жаңағы тиімді деген. Ал негізінен керісінше еуропалық басқа мемлекеттерде егер мемлекеттік қызметші өз жұмысын тиімді жаңағы жоспарлай беріп, оны уақытында орындап, жаңағы дұрыс дем алып, өзінің отбасына жағдай жасап, отбасының қамын ойлап, өзінің жаңағы спортпен шұғылдану мәселесін ойлап, өзінің денсаулық мәселесін ойлаған кезде жұмыс сапалы орындалады. Сапалы орындалады, иә. Ол дәлелденген нәрселер. Сондықтан да қазір уақытта біз өзгерістерді өзіңнен баста деген жоба бар, жаңағы рухани бағдарлы. Рухани жаңғырудың бір тармағы. Иә, бір тармағы. Қалай деген, егер өзгерістерді өзінен бастайды, егер де ол мысалы өзгеріс бастауға уақыты болмаса дейсіз. Болмаса, иә. Сондықтан да бұл мәселелерді енді агенттік жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің жаңағы өзлерінің құқықтарын қорғау бағытында бұл жұмысты бастады. Бұған қоса айтып өту керек, осы жылдың соңында біздің төрағалығымен Олег Жатқанбайұлының жаңағы біздің басшылық бар, департамент басшылығы, жаңағы облыс әкімдіктерінің аппарат жетекшілері бар, орталықта жаңағы жауапты хатшылардың қатысуымен үлкен жиын өтті. Сонда біздің төраға айтып өткен болатын, бұл жаңағы артық жұмыс істеу, ол осы жылмен аяқталуы тиіс, жаңағы өткен жылмен. Жаңа жылда әр мемлекеттік органда жаңағы заң бойынша таңғы 9-дан бастап 6:30-ға дейін, одан бастап ешкім жұмыста отырмауы тиіс. Егер де бұдан кейін енді бұл жалғасып жатса, біздің қоғамдық ұйымдар, біздің мемлекеттік қызметті бақылау басқармасы бар департаментте, солар мониторинг жүргізіп, жаңағы осы заңнамалықты бұзған мемлекеттік қызметшілердің басшыларына тиісті жаңағы еңбек басқармасымен бірлесіп жұмыстар жүргізіліп, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мен қосақ етсем, бұл жерде жаңағы салдары деліп отыр ғой, артық жұмыс жасағанның. Екі салыстырып өтейік, мысалы Жапония елі дамыған, керемет дамыған ел. Одан кейін Еуропадағы елдердің дамыған. Екі мысал, Жапония мен Нидерланд, Голландияны алайық. Болған оқиға, мысалы Нидерландта біздің министрліктердің тәжірибе алмасы бойынша делегация барады. Жұмыстарын атқарады, болғаннан кейін демалып жұмыстарын астың бойында, кафенің ішінде жалғастырады. Болған оқиға. Сағат 5-те министр, Голландияның министрі біздің бірге отырған, сағат 5-те сағатын атып, кешіріңіздер, менің жұмыс уақытым бітті деп тұрып, бізді қалдырып кетіп қалды дейді. Бұл бір. Жапонияда, мысалы, Нұрлан Серік айтты ғой, неғұрлым көп жұмыс деген сайын, олар жұмыс деп, бір жұмысқа кірді ме, одан сол жерден зейнетке шыққанса, сол жұмыстан шығып, оларда кәдімгі кезек бар. Мына жоғарыға сен тұрасың, кім жұмысты көп істеді, өтілі бойынша. Солар бір-бірін ауыстырып отырады, және оларда қазір бір проблема, жұмыста аса артығымен істегеннен зорғып кеткен адамдар өліп жатыр. Мына елде дамыған. Салдарын көрдіңіздер ме? Сондықтан қай жолмен бару біздікі Европанікі дұрыс сияқты. Жаңа заңды сақтайтын елдердің мысалын келтірдіңіз, иә? Біздің мемлекеттік қызметкерлер осы өзінің құқығын қаншалықты біледі? Ол жерде құқықтарын біледі деп айту керек. Білмейді деуге айта алмаймыз, өйткені бізде жүйе бар ғой. Біз мемлекеттік жұмыс істеу жүйеті қалыптасқан. Жаңа Нұрлан Серік айтты, бәрі басшыға байланысты. Бізде енді кешірсін үлкен басшылар. Заң бар, норматив құқықтық акті бар, бірақ бізде қазіргі жүйеде қалыптасқан басшы айты деген сөз бар. Онда саған ауызша айтады, осыны істейсің дейді, түнгі 10-да хабарласуы мүмкін, 9-да сен оны таңертең кейін атқарып қою керексің. Ол жерде Алла сақтасын, әскери жағдай жарияланған жоқ, қандай қажеттілігі бар, түсініксіз. Енді тұрғын үй, су жарылды, құбыр жарылды, сол кезде болуы мүмкін. Келіңіз, қараңыз, апат болды деп. Абылай енді маған өзіме хабарласқанда құқығы жоқ дейсіз ғой. Сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір біздің тақырып енді өзектілігі соншалықты, хабарлап жатқан көрермендеріміз көп, соның бірін эфирге қосайық. Сіз эфирдесіз. Біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз тікелей
эфирдесіз. Алло, Кешарық. Менің бір ойлайтыным, осы жаңашылдық бір уақытша болып, сосын кейін қайтадан бұрынғы осы қалпына көшеме деп бір қауіптенемін. Өйткені бала мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. Жалғастай беріңіз. Енді сұрағыңыз негізі түсінікті, рахмет. Нұрлан Серікұлы, жалпы бұл бір белгілі бір уақытты қамтыған науқан емес пе ғана дейді? Былтыр сондай жаңағы тәжірибе болды деп мен сөздің басында айтып өттім. Шын айту керек, қазіргі уақытта мемлекеттік Астанада болсын естіп жатырмыз, мемлекеттік қызметшілер қоғам өкілдеріне риза болып отыр. Негізінен солар өйткені тікелей эфир түсіреді, сосын өздерінің Facebook парақшаларына, Instagram парақшаларына орналастырады. Оны жаңағы мемлекеттік қызметшілердің өзі көреді, жаңағы оның үстіне жаңағы жауапкершілік бар. Біздің төрағам айтып өткендей, жаңағы жауапты хатшылар, мысалы аппарат басшылары бар, мемлекеттік орын басшысы. Сондықтан да бұл жұмыс тоқтатылмайды. Бұл мен жаңағы айтып өткен секілді, жаңағы артық жұмыс жасау бұл тарихта қалатын нәрсе болуы тиіс. Енді осы жылдан бастап, егер мемлекеттік қызметші жұмыста қалса, қызметтік хат жазады, басшыға кіргізеді, басшы резолюциясын бұрыштамасын қояды да, бұйрық шығарылады. Немесе бұйрық шығарылып үстемақы төленеді да, немесе бұл жаңағы артық жұмыс деген уақытын жаңағы отгул дейді, демалыс күндерімен, сағатымен алама, күнмен алама, қосымша оған жаңағы қамтамасыз етеді сондаймен. Жақсы, рахмет. Сондықтан да бұл жаңағы сіздің сұрағыңыз біздің тікелей күнделікті бақылауымызда болатын мәселе. Рахмет. Біздің дайындаған арнайы бейне материалымыз бар еді, соған көз тігейік, режиссерлардан сол материалды қосуды сұраймыз. Мемлекеттік қызметкерлерге қандай жеңілдіктер қажет екендігін анықтау үшін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі әуелі бұл бағыттағы жұмысты өздерінен бастапты. Ведомство қызметкерлері арасында жүргізілген талдау олардың 70% еңбек тәртібінің өзгеруін қажетсінетінін анықтады. Бірінші кезекте бұл жұмыс күнінің басталу уақытына қатысты. Кішкентай балалары бар мемлекеттік қызметкерлер жұмыс күнін белгіленген уақыттан кеш бастау мүмкіндігін беру туралы тілек айтқан. Қызметкерлер балаларын мектепке жеткізгенше біраз уақыт жоғалтып, жұмыс орнына әрдайым уақытылы келуіне мүмкіндігі бола бермейді екен. Соның кесірінен олар кешігеді, стресске ұшырайды, басшылығынан сөз естиді. Бұл мәселе қала маңында және қаланың шалғай аудандарында тұратын қызметкерлер үшін де көкейкесті. Көлікпен жұмысқа жету процесі біршама уақыт алады екен. Қызметкерлердің тілектері мен сұраулары тек таңертең кешігіп келуге рұқсат етумен шектелмейді. Сауалнама барысында қызметшілер мұның сыртында түскі үзіліс уақытын ұзартуды өтінген. Бұл ретте сауалнама нәтижелері көрсеткендей, қызметкерлер түскі үзіліс уақытында сондай-ақ тұлғалық дамумен айналысуды қалайды. Мысалы, қызметкерлердің біразы түскі үзілісте фитнес пен спортпен шұғылдануға тырысады екен. Сонымен қатар олар осы кезде музейге барғысы, бассейнге суға түскісі немесе отбасылық тұрмыстық мәселелерін шешкісі келетіндер де бар. Мемлекеттік қызмет агенттігінің байламынша осы жобаның жүзеге асырылуы мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық мәдениетін жақсартуға мүмкіндік береді. Қызметкерлерді тұлғалық өсуге ынталандырады, стресстік жағдайларды азайтады, жұмысқа кешігу проблемаларын шешуге жол ашады, жұмыскерлердің жауапкершілігін арттырады. Енді жаңа көргеніміздей мемлекеттік қызметкерлер түс уақытында дене шынықтырумен бассейнге барып немесе рухани жаңғырғанды қалайды екен. Жалпы біз қазір айтып жатырмыз, мемлекеттік қызметкерлердің уақытын азайту керек, түскі үзілісті көбейту керек деп барлық жағдайларды үйіп-төгіп соларға жасамақшымыз. Осы ретте халықтың пікірі ескерілді ме? Еркеғали Жұмабайұлы, сіз қалай ойлайсыз? Халықтың пікірі қай жағынан ескерілу керек? Мысалы, мемлекеттік қызметтегі адамдар да біздің халық қой. Енді ол ескеріп жатыр, өйткені жаңағы сіз айтқандай қызмет алудың несі өзгерді ме? Мысалға дәл қазір басқа да бюджеттік сала мамандары бізді көріп отыруы мүмкін. Бәлкім басқа да сала, мемлекеттік қарамайтын басқа да саланың өкілдері де дәл қазір жұмыста отыруы мүмкін. Біз неге неліктен дәл қазір осы саланы айтып жатырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Басқа салаға қашан көшеміз? Оны басқа салаға көшкенде біздің стратегия бойынша біздің қабылданған
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025. Онда рет-ретімен сыбайлас жемқорлықпен алдын алу, күресу, оны жою қабылданған. Онда әуелі бірінші кезекте тұрмыстық неден басталды, сыбайлас жемқорлықтан. Одан мемлекеттік, енді квази мемлекеттік елге көшіп жатыр. Ал енді айтып отқан жеке меншіктерді айтып отырсыз, әлде азаматтық қызметкерлерді айтып отырсыз? Осы жерде сіз айтып отырған азаматтық қызметкерлер ма? О жақты Нұрлан Сергей, сіз жауап беретін шығарсыз. Мен жаңағы бұнда екі мәселе да жаңағы кезде айтуға, мысалы үнемдеу мәселесі бар. Жаңағы сіз айтып отырғандай басқа секторларда мысалы олар біріншіден жаңағы үнемдеу мәселесін ойлайды олар. Мысалы жеке меншік болсын, квазимемлекеттік болсын, олар өйткені егер жұмыскер 2 сағат, 3 сағат жұмыста қалса, жаңағы жылуы бар, жаңағы өші светі бар, әртүрлі нәрсе бар, ол үнемдеу. Ал біз қазір уақытта, егер елбасы жолдауында айтқандай, жиналыстан жиналыс, кеске басшы келеді, құжаттарды қарау керек, оның үстіне тапсырма беру керек. Ал ол құжаттарға жаңағы басқа мемлекеттерге жіберу үшін мемлекеттік қызметші тағы жұмыста қалу керек деген мәселелер, сол мәселені көтеру. Сондықтан да үнемдеу, ысырапшылдық деген мәселелер біз осы жерге жібермеу керекпіз. Екінші мәселе жаңағы видеода көрсетілген икемді жұмыс кестесі жаңағы туралы айтып өттіңіз видеода. Бұл негізінен шындығынан да былтыр мен орталық аппаратта істеп жүрген кезде кадрлар бөлімі келді, осындай не жүргізіліп жатыр, сұхбат, осыған жауап берсеңіз, сіз қай уақытты қалайсыз? Мысалы таңертең 8:30-да келесіз бе, 8-де келесіз бе, 9:30-да келесіз бе, 10-да келесіз бе, бірақ кешке мысалы кешірек шығасың. Оның түскі уақыты бар. Сосын әр адам өз қалауы бойынша жасады. Сондықтан олар бұның барлығын талдап, анализ жасап, басшыға осындай қызметтік хат, осындай қызметкерлер осындай уақытта, осындай қызметкерлер осындай уақытта деген секілді қылып, соны бұйрықпен адамдардың қызметкерлердің аты жөні жазылып, жеке бұйрық шығарылды. Сондықтан да әр азаматқа икемді жағдай жасалды. Егер де мен таңертең балабақшаға барғым келсе, әрине баламды апарамда барам, өйткені мен білем, менің бүгінгі жұмыс күнім 9:30-дан басталады. Бірақ кешке мен кешірек шығатынды мен оны да білем. Жалпы басқа да мына еңбек басқармасына мемлекеттік қызметкерлер тарапынан артық жұмыс істеп жатырмыз деген бір шағымдар түсті ме? Өйткені жұмыстар 2017-2018 жылдары қомақты жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінгі күнде мемлекеттік қызметкерлерден жұмыстан тыс уақытта қалып жұмыс істейміз деп сондай арыздар түскен жоқ. Тек қана осы сіздердің тараптарыңыздан бізге хаттар түсіп жатыр. Сол хаттар бойынша бізде әзірше тексеріс жүргізілуде. Сонымен қатар тағы айтып кеткенім, мына икемді жұмыс уақыты туралы тағы қоса кетен дегенім бар. Мұнда мысалы жұмыскерлердің әлеуметтік, тұрмыстық және де өзге де жеке қажеттіліктерін сосын өндіріс мүдделерімен үйлестіру үшін осы мақсатта жұмыс беруші жұмыскермен бірге осы икемді жұмыс уақыты режимін белгілеуге құқылы, мүмкіндігі бар. Екі жақ келісім бойынша. Демек, қазір әзірге ешқандай шағымдар түскен жоқ, иә? Жоқ, шағымдар түскен жоқ. Дәл қазір біздің студиямызға тағы бір түскен қоңырау бар екен. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді мұқият тыңдап тұрмыз. Өз сауалыңызды қысқа нұсқа қойсаңыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қойыңыз. Алло. Сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңыз. Алло. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Алло. Сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Кешіріңіз. Менің мынадай сұрағым бар сіздерге. Алло. Айта беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Мен сіздерге мынадай сұрағым бар. Сіздер бүгін кеш бойы айтып жатқандарыңыз тек қана жергілікті жердің. Алло. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Сөйлей беріңіз. Айтайын дегенім міне. Менің сұрағым сіздердің енді айтып жатқандар бәріңіз жергілікті жердегі басшылар өздерінің жұмыстарын жөнсіз жоспарламайды, сондықтан да ана жұмыскерлер жұмыстан кеш қайтады. Мынадай сұрақты ешкімнің көтергісі келмейді. Сіздер неге ойламайсыздар? Жаңағы жергілікті жердің жоғарғы жақта да басшылар отырған жоқ, ана министерствода отыр, президенттің администрациясында отыр. Вот қазір ғана акиматтан барып сұраңызшы. Анау президенттің администрациясын сағат 5-те, 5:30-да, 6-да
тапсырма береді. Мынаны орындаңдар дейді. Рахмет, сұрағын түсінікті. Басшылардан бастау керек деп тұр ғой. Жоқ, басшылардан бастау қазір орталық Астанада жаңағы артық жұмыс істеу фактілері жоқ. Мысалы президент әкімшілігінде мен орталықта істедім, білем, олар уақытында кетеді, уақытында. Бірақ жаңағы премьер-министр бар, нелері әкімшілігі, жаңағы канцеляриясы, оларда барлық жерлерде, жаңағы бүкіл министрліктерде күнде жаңағы Фейсбуктан қарасаңыз, Төлеген Байғұлов деген мырза бар, күнде біздің жаңағы мемлекеттік бақылау департаментімен бірлесіп, күнде бүкіл министрліктерді аралайды. Ол жақта артық жұмыс істеу фактілері қазір бірен-саран ғана. Ал бізде жаңағы Еркеғали ағамыз дәлелдейді, олар жаңағы тікелей эфирінде жүргізген кезде басында, жылдың соңында өте көп болды артық жұмыс істеу. Бірақ оларға сұрақ қойдық, неге сіздер осындай тапсырмалар бар. Бірақ та біз айтып отқанымыз сол ғой. Бұл қазір үстелді тарс етіп, енді ешкім жұмыста болмайды деген мәселе емес қой. Бұл жаңағы заң бойынша, егер қалғанның өзінде жаңағы. Бірақ та сіздер қалдырсаңыз, сіз басшы болсаңыз, сөзіңізге қарағанда басшы ұқсайсыз. Егер басшы болсаңыз, дұрыс жоспарлай алсаңыз да, бірақ та уақытыңыз жетпей жатса да, бұнда заң бойынша не жасау керек, әдіс қолдану керек. Жаңағы приказ, бұйрық, қызметтік хат, соның негізінде үстемақы төлеңізде 9-ға дейін жұмыс істейсіз бе, ақшаңыз жетіп жатса 11-ге дейін жұмыс істейсіз бе, қызметшіңіз жұмыс істей берсе, онда өз құқыңыз. Бірақ та мемлекеттік қызметшінің құқығын қорғау мәселесі бірінші назарда болуы тиіс. Ал жауапкершілікке тартылған кезде ол басшы тартылады. Сондықтан да сонда ескерту қажет. Біз барлығына хат жолдадық, ескерттік. Егер де бұндай енді фактілер тіркеліп жатса, біз жаңағы қызметшімен қоса жаңағы басшысын жауапкершілікке тарту мәселесін қарастырамыз. Енді мемлекеттік қызметтегі икемді жұмыс кестесі реттеледі деген ойдамыз. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің де жұмыс сапасы артатыны анық. Құрметті көрермендер, біз бүгін осы тақырыпты барынша талқыға салуға тырыстық. Сіздермен бірге болған бірінші студия және мен Қуандық Танабас. Сау, саламатта болайық.